Русия тарафындан ишгал етілген Қырымда федераль телекүсізлік қызметі Қырым татары Исмаил Рамазановны тутып алды. Оны куветчелер Ақмежетнің тақиқат комитетіне алып кетті. Ел бойы баяғы урдылар. Деп айта адвокат Мамет Мамбетов. Оның сөзлеріне көре Рамазанов экстремизм тәшвиқатында қабатланыла. Куветчелер танда Ақмежет районы Кулчух койындaki evine сұруп кірді ичереді тынтув кечерді. Dörtlerde keldiler, takırdattılar. Çap barıp kapını açtım. Сабаса дөртлерде қапы қақалды. Сонра күветчілер ичері бірден кіріп, оғлымның нерде олғаныны сұрап башлады. Полисқадын махкеме қарарыны чықарды. Айны вақытта рациядан лаф етейді. Evde тынтув кечермеге башладылар. Бірден телефон, планшет, бұтын гаджетлерні алдылар. Аст уст етілді. Ятақны чекіп, астында санки 20 патрон тапқан екенлер. Шатларны таптылар. Олар бұтын бұларны таздықлады. Оғлымның Украин дипломны, паспортны тұтып алдылар. Өзіні есе тақиқат комитетіне алып кеттілер.